Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қозғалыс және күш дегеніміз не? Ең алдымен сабағымызды бастамастан бұрын жаттық шеңберін жасап алайық. Аспан ашық көгілдір, күн шуағын төгіп тұр. Қол ұстасқан біздерді тереземнен көріп тұр. Осындай жақсы көңіл күймен сабағымызды бастайық. Балалар, қозғалыс дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, қозғалыс дегеніміз бұл біздің қимыл іс-әрекетіміз. Яғни бір орыннан екінші орынға заттардың алмасуы. Балалар, қозғалыстың бірнеше түрге бөлінеді. Қозғалыс адамның іс-әрекеті арқылы болуы мүмкін. Қозғалыс өздігінен болуы да мүмкін. Сонымен қатар қозғалыс физикалық күштердің әсерінен болуы да мүмкін екен. Және де балалар қозғалмайтын заттар да болуы мүмкін. Ал енді балалар, мына суретке назар аударайық. Қандай құбылыстарды көріп тұрсыңдар? Әрине, жануарларды көріп тұрмыз. Ал бұл жануарлардың барлығы өздігінен қозғалысқа түседі ме? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар, келесі суретке қарап, ойланып жауап берейік. Көрсетіліп тұрған суреттің ішінен қайсысы қозғалысқа түсіп тұр балалар? Қалай ойлайсыңдар? Бірінші суретте үй. Үй қозғалысқа түсіп тұр ма балалар? Әрине жоқ. Үй қозғалысқа түспейді. Үй бір орында, бір қалыпта тұрады. Ал енді екінші, ойыншық. Ойыншық адамның физикалық күштерінің әсерінен қозғалысқа түсіп тұр. Сонымен қатар, біздің тобымыз да бір орыннан екінші орынға секіріп, бір қолдан екінші қолға ауысу арқылы, яғни физикалық күштердің арқылы қозғалысқа түсіп тұр. Келесі тау. Тау қозғалысқа түсіп тұр ма балалар? Жоқ. Тау қозғалысқа түсіп тұрған жоқ. Келесі балалар, ағаш. Қалай ойлайсыңдар балалар? Ағаш қозғалысқа түсіп тұр ма? Иә. Ағаш желдің әсерінен қозғалысқа түседі екен. Ал енді балалар, тапсырмаға назар аударыңдар. Қозғалысқа ұшырайтын денелерді боя. Оларды қозғалу үшін не керек? Себебін айтып көр. Және де әңгімелеп бер. Ал енді балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Қозғалмалы және қозғалыссыз денелерді салыстырыңдар. Осы заттардың қайсысына күш керек? Балалар, біз суретте не көріп тұрмыз? Үй, велосипед, поезд, тікұшақ, компьютер және де кубиктер. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Осылардың қайсысы қозғалады және де қозғалысқа түспейді? Салыстырып көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Ал енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Қозғалуға көмектесетін дене мүшелерін қоршап сыз. Бұлар қозғалу үшін не керек? Ойланып жауап беріңдер. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.